Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағын бастаймыз. Бүгін біз мәтін тақырыбын жалғастырамыз. Оқулығымыздың 56-шы бетін ашып, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық, деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызық кітапта екен ғой, деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын. Енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Мәтіннің авторы Әділ Балта. Балалар, мәтінде кездесетін қайғылы деген сөз аянышты, жүзі алаулап деген сөз жүзіне қуаныш ұялатады дегенді білдіреді. Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатты ма, балалар? Жоқ, ол бұрын кітап оқымайтын, е? Ал оның кітап оқуына кім себепші болды? Дұрыс, Асылбектің кітап оқуына Жазира себепші болды. Саған қандай кітаптар ұнайды? Сұраққа толық жауап береміз. Маған ертегі кітаптар ұнайды, немесе маған әдеби кітаптар ұнайды деп толық жауап береміз. Балалар, мәтінді кітаптан оқып шықсақ, енді видеоны біраз уақыт тоқтатып, осындай спираль түрінде оқып көрейік. Өте қызықты. Екінші жаттығуға назар аудар. Бос орынға тиісті сөзді қойып, дәптеріңе көшіріп жаз. Мектеп кеме, білім теңіз. Тынбай ма, тынбай ма? Қайсысы дұрыс болады? Ойлан. Алға жүзудеміз. Үшінші жаттығуға назар аудар. Бізге суреттер берілген, осы суреттер бойынша мәтін құрап көр. Мәтіннің басы, ортасы және соңы болатынын ұмытпа. Мәтінге атау қоюды ұмытпа. Сіздерге 3 түрлі сурет бердім. Ұнатқан суретті таңдап, мәтін құрауларыңа болады. Қане, буынға бөліп тасмалдап көрейік. Берілген сөздерді буынға бөліп, қалай тасмалдауға болатынын ауызша айта ғой. Қайғылы, алаулап, керемет, оқымайтын деген 4 сөз берілген. Шапалақтап буынға бөлеміз және тасымал ережесін есімізге түсірейік. Көңілді қарындаш кейбір әріпті жазбай ұмытып кетіпті. Мына сөздерде қай әріп жоқ? Көмектесіп көрші. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 39-шы бетіндегі «ы» дыбысының бас және кіші әрпін көркем етіп жазамыз. Оқулықтағы екінші жаттығуды осы дәптерімізге орындаймыз. Және соңғы тапсырмада өлең берілген. Сұрағына жазбаша толық жауап беріп, астыңғы сызыққа жазамыз. Ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бола ғой.